Мінеки мен алдыңғы эфирде айтып кеткем. Мінеки мен бірнеше жыл жүрдім осы мәселемен. Қандай орыс тілердің құқы бар, қазақ орысша қызмет алуға, дәл сондай құқық бар қазақ тілерде деген. Соны осы Ысқақовтың соңында, Айзаданың соңында 2 жылдай отыр, 2 жылдай мен соңдарында жүрдім. Ақыры желтоқсан айында графикті мен өзім жасастым. Олар айтты, бір рет айына қазақша, бір рет орысша болады деді. Мен келіспедім, мен айттым, апта сайын болу керек, міндетті түрде. Ол болу керек еді, ол графикті 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын енді бекітіп едік. 20-шы жылы осы тәуелсіздіктің 30 жылында сондай бағдарлама болады деп. Бірақ та олар бір рет істеген жоқ. 2021 жылы, енді 2022 жылға тым болмаса апта сайын қазақша, то есть орысша нелерде, жаңалықтарда өткізіледі деп барлығы бекітілді. Құрманова өзінің бекітемін деген қолын қойды. Нәтижесінде мен оларға айтқам, ешқалай болмайды мұны. Мен айтқам, мен өзімді өртеп жерге даярмын, мен солай істеймін. Егер сендер осыны істемесеңдер, егер сендер заң бойынша түсіндірмесеңдер керек өңіріне, қандай орыс тілердің құқы бар, орысша қызмет көруге, дәл сондай құқық бар қазақ тілерге деп. Бірақ та мінеки, мен қазір тізімді жариялаймын. Менің қанымды ішейін деп, менің өртенгенімді құлшына күтіп отырған Ысқақов, Құрманова, Ысқақов әкім, Құрманова әкімнің орынбасары, Бегалинова мәдениет және тілдер дамыту басқармасы басшысы, Тілеулесов ақпарат және қоғамдық даму басқармасының басшысы, фамилиясын білмей отырмын, ертіс телеарнасының басшысы. Мінеки осы адамдар орынбасары, енді фамилиясын ұмытып қалдым. Олар жауапты 1 ай бұрын, енді 2 минуттық жаңалықты, әр кетсе мүмкін 3 минуттық, жаңа қазақшасын айтқанда 1-2-3 минут болды. Соны дайындамаған. Неге? Өйткені олар соны айтпайды, соны мені өтірік алдады. Енді маған тек қана өртену қалды. Солай қазақ тілі үшін. Сол айтарым осы, басқа айтарым жоқ. Мінеки, менің қаным керек болды мыналарға. Мен солай ойлаймын. Басқа Ысқақовқа ештеңе керек жоқ. Қазақ тілін болдырмауда ол адамның өлімін обалына қалайын деп отыр. Ысқақов, облыс әкімі.